Цифрлық форматтағы ашық есік күні тікелей эфирде Жетісай ауданының әкім аппаратында да болып өтті. Шараның негізгі мақсаты әкімдікке қарасты мемлекеттік мекемелердің тұрғындарға ұсынатын мемлекеттік қызметтерін электронды түрде алу тәсілдері мен қолдану барысы түсіндірілді. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Түркістан облысы бойынша департаментінің бастамасымен қолға алынған цифрлық форматтағы ашық есік күніне аудан әкімдігіне қарасты дербес бөлімдердің жауапты мамандары қатысып, әлеуметтік желі арқылы мемлекеттік қызмет алу жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Бұндай іс-шараларды жыл сайын тұрақты түрде өткізіп келеміз. Мәселен, өткен жылы біздің аудан әкім аппаратының ұйымдастыруымен түрлі сала, орталық мемлекеттік органдардың жергілікті жердегі басқармалары, сондай-ақ басқа да облыстық мекемелердің қатысуымен біз осындай онлайн кеңес берулерді тұрақты түрде өткізіп келеміз. Мақсат тұрғындардың цифрлық сауаттылығын арттыру, оның ішінде бүгінгі таңда ең өзекті болып табылатын мынау мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді электронды түрде алу тәсілдерін түсіндіру болып табылады. Қазіргі таңда цифрландырудың дамыған заманы өздеріңізге белгілі. Мәселен, үйден шықпай, қолыңызда ұялы телефоныңызбен, оның интернеті бар болған жағдайда, сіз көптеген қызметтерді ұялы байланыс құрылғысы арқылы алуларыңызға мүмкіндік бар. Әлеуметтік желі арқылы өткен ашық есік күнінің аясында 200-ге жуық азамат өздерін толғандырған сауалдарын қойып, жауаптылар тарапынан тұшымды жауаптар алды. Facebook желісі арқылы өткен шарада қойылған аудан тұрғындарының сауалдары аясында алдағы уақытта тиісті жұмыстар атқарылады дейді сала мамандары. Мадина Нұрланқызы, Жеңіс Сыдықов, ақпарат Жетісай ауданынан.